Мінекей жартылай финалына да жетіп қалдық. Бізде алда тек қана бір-ақ ойын қалды. Финал 1-0 или 2-1. Скучный футбол, надеешься. Я не надеюсь. Скорее всего так будет. Понятно. мынандай болды ғой, Франция не сможет, Испания не хочет дейтін ойын болды ғой. Осы евроның уақытында экзамен тапсырып жүр ғой мектепте. Сондай Ямальдың голын көрдік, ответка. Енді анау мына бір қара дейтін гол болды ғой анау. Бірақ ол айтты ғой, то, что мен Роналдоның историясын жалғастырмаймын дейді, мен новый история айтамын дейді. Осы евродағы ең үздік командалардың бірі, характер бойынша фаворит Англия командасы. Фаворит деп өзің осы жеріне сен, Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем, құрметті футбол сүйер қауым. Біз Евро 2024-тің мінекей жартылай финалына да жетіп қалдық. Бізде алда тек қана бір-ақ ойын қалды, финал. Бүгін сол ойындарды талқылайтын боламыз және финалға өзіміздің ойымызды айтып, және сіздердің де ойларыңызды тыңдап көріп кетуге уәде береміз. Әдеттегідей сіздердің инсайт подкасттарыңызды жүргізуші мен Аңсаған және Ерік Нияз. Бүгін бізде қонақта стендап комик, сценарист, маркетолог және футболды 2 айда бір рет барып 15 минут ойнап тұратын Жоламан Какеш. Жоламан, қош келдің. Үшеуміз бір үйден келдік, сондықтан. Тіктер честно айтайын, жартылай финалды менімен обсуждать етеді деп ойламадым. Не? Финал күткен мен. сен ойламасай, сөйтіп ойламасай деймін да. Жартылай важный. Финалға дейін өзімді ұстадым мен негізінде. Немен сендер жауап дейін түсіндір ау. Сен финалға дейін ұстап келдік те, бірақ бұл финалға дейін шақырып жібердік, өйткені финалда Абылайхан Жақыпбек шақырамыз. Жоқ, біз сен қонаққа шақырғаннан ойландық қой. Сол ойландық та сені шақырдық сол. Жалпы футболдан бірден айтайын, бұл кісі Реал Мадридтің жанкүйері. Реал Мадридтің жанкүйері ма? Конечно. Мен де Реал Мадридтің жанкүйерімін. Екеуің бір-бірін жақсы тауысыңдар. Ерік білем Реалдың болельщик екенін, жанкүйер екенін. Қайдан білесің? Сен қайдан білесің? Сен қай жылдан бері болельщиксің? Мен ба? 12 жылдан бері. Сен де ма? Жақсы екен. Вообще голдар ғана екеуі, 12 жылдан бері. 12 жыл 12-де болдым, просто енді есім жинап. Сенше? Ливерпуль. Қай жылдан бері? 2009. 2009-дан бері? Дұрыс қой, 4 жыл. 3 жыл, Осы еврода кімге жанкүйерсің? Вот міне самый қызық. Короче, Реал болғаннан кейін, соответственно, Роналду ғой енді. Роналдың болельщигі болды, Роналдың жақсы көремін. Реал болғаннан кейін, қазір Реалда Роналду жоқ қой? Жоқ, в целом, енді Реал клуб ретінде. Как ассоциация ғой енді Роналду. Сондықтан Португалияға түсін деген бір ой болған, бір желание болған, но ондай желание Роналдуда болған жоқ. Ай, кеттім. Өкінішке орай Португалия ұшып кетті. И осы енді Испания. Но мен андай ойладым, типа Португалия ұтса екен, но Испания алады-ау деген ой болды. Жақсы екен, андай екі жақта ойлайсың. Ну енді Испанияның ойынын қарадым да мен. Неге Испания дей бересіңдер, Англия деген дейсің досыңдар ма не? Ол евроны өзі естіген жоқ ау, Англия деген. Ойындарын көріп тып-тыныш өтіп жатыр ғой. Ана бір шутка көріп едім, типа Англияның Инстаграмда пост көп біраз болды салынбаған гол дегенше. Деп ойлайсың ғой? Біріншіден Англия осы плей-оффта жалпы барлық матчта гол өткізген, бірақ сол барлық матчта бірінші болып гол өткізген, бірақ барлық матчта камбэк жасап ұтқан команда. Не забивай Англию первым дейді ғой. Сондай бар. Сондай болып кетті. Жоқ, жартылай финалда өте күшті ойнады. Ну, жартылай финалға дейін. Мен көрмедімдер. Қара, Испания мысалы үшін бірінші ойында қалай ойнады, қазір дәл сол ойнап тұр. Прогресс жоқ. Англияда прогресс өте көп. Бірінші жартылай финалдарға тоқтап кетейік. Ең бірінші негізі былай, жалпы сол жақ сетканың барлық матчы негізі финалға тұрарлықтай болған. Афиша бойынша, бірақ ойынға келген кезде ең скучный матчты Франция мен Португалия берді деген сияқты ғой, короче. Біз бұл жақта жартылай финалға Испания Германияны жеңіп шықты, Франция Португалияны жеңіп шықты. Фаворит негізі Франция болған. Фаворит былай негізі қағаз бойынша. По составу там. Испанияда өйткені проблема болды составта. Біріншіден центральный защитник, правый защитник екеуі де жоқ.
Ленорман мен Карвахаль екеуінде де перебор жолдық. Карвахаль вообще красно алып кетті. Сосын ортада мозгтардың бірі Педри травма алып қалды. Осы еврода енді ойын алмайды. Осы үш проблема. И сосын андай нәрсе болды ғой. Ертең правозащитник болып Хесус Навас шығады 38-де. 38-де ғой. И Мбаппе анау 38-дегі братанның қасынан былай өтеді деп ойлады бәрі. Жоқ, негізі андай деп ойлады ғой. Иә. Сөйтіп матч басталды. Дәл солай болды. Бірінші Бірінші Хесус Навас бірінші жолтыйын алып алды. Бірден жолтыға отырғызып тастады. Хесус Навастың флангынан бір гол өткізіп алды. И типа болды ғой, сен жолтыйың бар, бір гол өткізіп алдың, андай сынуың керексің ғой негізі. Бірақ соңына дейін сол бір ғана момент, сол Мбаппе соны қолданды да, одан кейін бір-екі моменттер болды. Бірақ одан артық ештеңе ойлап тапқан жоқ. Өкінішке орай білмеймін не екенін. Или слишком босаңсып шықты ма. Негізі Испанияда енді былай по составу бар еді ондайлар. Андай ғой, неге мысалы типа Франция фаворит болып есептеледі любой матч, типа ол алдыңғы матч онша емес ойнаса да, ол келесі матчта фаворит болады, потому что любой команданың защитасына қарайды ғой. Защитасы мощный болса, нападение по-любому бірдеме қылады дейді. Францияда Канте ойнау керек еді. Канте Родри прям Кантенің жоқ ол жерде, честно айтқанда. И за это Канте нападающийлармен бірге бір линияға шығып кетіп отты. Білесіңдер ма? Өйткені типа вообще центрда ойнау керек. Из-за этого ортасы бос болды да. Из-за этого прям Испания өзін не істегісі келіп соны істеп прям свобода. Тренер мына видеоны көріп ше. Тренер жаңа Францияның тренері мына видеоны көріп жоламанды естіп. Жоқ, шын менімен келісе. Жоламанға звондап бонжур, көмекші боласың бу десе. Рас қой, жоқ, рас қой. Канте дейтін центрда ойнау, ол дейтін прям Родри прям бірге екеуі жүгіріп жүрген кезде Канте алдыға шығып кетіп жүрді. Ол өзі де білмей қалды қалай Родри алдыға шығарып жүреді. И ол аналармен бірге не істерін білмей қалды. Сөйтіп пас берілмейді. Сөйтіп Мбаппе бірінші пас беріп, гол болмаған, әдемі гол салды. Әдемі гол болды. Одан кейін біз қазір негізі Мбаппені болашақ Месси, Роналду деп айтамыз ғой, типа осы поколение келе жатыр деп. Оказывается, тағы бір поколение келе жатыр екен. Біз мына поколениенің пигін көрген жоқпыз, бірақ ар жағында Ямаль дейтін мектеп оқитын бала кеше осы евроның уақытында экзамен тапсырып жүр ғой, мектепте сондай. Не ашу ғой, тренировкадан кейін барып еще ондай экзамен тапсыруым керек деген сияқты. Сөйтіп Ямальдың голын көрдік, ответка. Енді анау мынаны қараңдар дейтін гол болды ғой. Евро тарихындағы. Ойбай, тарихындағы деп. Я евро вообще евро емес, даже футбол тарихында. Мемлекеттік сборныйлар тарихындағы ең жас ойыншы бірінші. Международный турнирлардағы 17 жасында кім болды ғой? Кришти. Жоқ. Кім еді? Мбаппе? Жоқ. Бұрынғы футболист. Кім еді? Пеле болды 17 жасында. Қазір рекордты бұзды. Прикинь, 17 жасқа 3 күн қалғанда полуфинал ойнап гол соғып. Айтпақшы, бүгін Ямальдың туған күні. Сол Ямальға бір-екі тілек айтып жіберсеңдер. Аспан ашық болсын, өйстіп жүре бер, красавчик, көп жеңістер тілеймін саған. 2007 жылы спорт журналында благотворительный бір акция болды, короче. Сол жерде көрген шығарсыңдар бәрін. Месси Ямалды жуындырып отқан фото бар. Енді бұйырса Ямал болашақта Месси сені жуындырып отыр. Сондай нәрсе айтасың ба? Жоқ, Ямал енді бұйыртса. Жоқ, өте әдемі гол ғой, өте әдемі гол. Білмеймін, ондай уверенность 16 жасар бала. 16 жасында мен анжол кеше қарап отырдым да матчта, 16 жасымда мен әшейін жүрген ғой. Ондай фишка жинап тұршы. Жоқ, ондай мектепте КВН ойнап жүрген ғой. Ана жігіт Францияға салып жатыр да. Ондай өз-өзімді сәл жаздырғаным бар. Сөйтіп 1-1, одан кейін Испания андай жоқ, біз тағы да атака істей береміз деп 2-1, и әрі қарай уже ойын мынандай болды. Франция не сможет, Испания не хочет дейтін ойын болды ғой. Франция ойынды өзгертпекші болды, бүйтіп Жиру кімдерді Жируды 79-да шығарғанда таңғалдым. Бүйтіп негізі тройная замена істеді ғой, негізі 60 минуттарда. Сол кезде бірден схеманы өзгертіп Жируды шығарып, сондай футболға беру керек еді.
бүйтіп лақтырасың, ана пятачок жүру бірдеңе істейді деген сияқты. Оны 79-да шығарды да, ары қарай ондай бір үйренісуге бір 20 минуттай керек еді хотя бы жүруға деген сияқты. Сөйтіп бегде бір и Франция бір анау айтқандай дым істей алмады, қатты Союз Навас до конца ойнап берді ғой почти, типа экстра тайм болса экстра таймда да ойнайтын еді ол жігіт деп, ол ата дейміз ба не дейміз, сол кісі. Өйткені Испания екінші таймда прям сушить етіп тастады ғой матчты, типа атакада жасаған жоқ, и аналарға да просто андай сол жаңа Франция не сможет, Испания не хочет дейді. Андай матч болды ғой, қалай ожидать етесің солай болады деген болады ғой. Мысалы басында мен ойладым жаңағы Испания көп атака жасайды, Францияны жеп қояды деп, дәл солай болды. Андай нежданка болған жоқ та мында. Франция мынандай нәрсе бар еще. Мбаппе былай негізі былай сол бір моменттен кейін қатты бір көзге түскен жоқ қой, и типа Мбаппенің өзін уже жауып тастайтын жастар бар дейтін сияқты ғой. Негізі Мбаппе өзі жас қой, и сондай нәрсені бүйтіп қарадым да. Еще айтады ғой мысалы Мбаппе, Холланд дегендер болашақ Роналду, Месси деп. Мысалы Роналду қазір көрінбей жатқан нормально да, жасы келді дегендей ғой. Но кезінде Роналду, Месси осындай уақытта олар деген прям решать етіп ойынды жүргізіп, лучший игрок матч алып, кәдімгідей жұлдыз болатын еді ғой, қалай болмаса да салып. Енді Мбаппелерге көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын, олардың ізін қуу үшін. Көп жұмыс істеу керек, оларға іздеу керек жұмыс. Олекс анауын. Просто жоқ, Мбаппеға евро қызық емес қой. Ол Реалға өткеннен кейін. Жоқ, ол евро алған жоқ қой әлі. Сол Мбаппеге сен қатырсың, Мбаппе жоқ, евро қызық емес. This is a футбольный келіп тұр деп айтпайды ғой. Мотивация всегда бар анау. Мбаппе тиктокта видеосы тарап кетеді ғой бүйтіп. Раздевалкада Мбаппе негізі жас қой, басқа француздардың арасында. Бүйтіп, давайте, каждый ойынға бірдеңе деп бәріне әңгіме айтып жатыр да ана жерде бір. Бірінші таймда более-менее көрінді, ана өйткені еще даже комментаторлар айтты ғой, что жаңа маскасын, мұрнының травмасынан кейін маскасы шешкеннен кейін, типа как будто сол мешать еткен сияқты көрініп тұр деп ана ойнап бастағанда. Потом екінші таймдан кейін вообще таппадық Франциямен бірге оларды жалпы. Ешкім таппайды. Айтпақшы Мбаппе 9-шы номер алыпты. Керемет. Роналдудың рекордтарын жаңартады деген ойдамын. Кезінде Роналду 9-дан бастаған Реал. Бірақ ол айтты ғой, то, что мен Роналдудың историясын жалғастырмаймын дейді, мен новый история жазамын дейді. Ой, сондай күшті пафосный сөздер қайда болды осы. Қазақша айтып па еще? Қазақша айтып па? Иә. Сондай қазақша айтып. Алдай беретін. Испания финалда заслуженно бұл осы евродағы ең әдемі футболдың амбассадорлары келісем. Достойный жеткен ешқандай команда ойбу мынау деп әңгіме айтпайды. Айтпақшы кеше Испания мен Франция ойнаған кезде Кукурелияға доп барған сайын бүкіл стадион шулады ғой. Өйткені Кукурелия алдыңғы ойында пенальти бермеген еді. Сол Германияның болельщиктары типа біз финалға дейін барамыз деп билеттерді алып қойған алдын ала, кім білсін 1-4-те ұшып кететіндерін. Сөйтіп Кукурелияға топ барған сайын бүкіл стадион у деп айғайлап. Өзі Кукурелияның ол судья. Кукурелия типа судья болса бір жөн, Кукурелия қолына тиді и судья пенальти болмайды дейді, и Кукурелия бірақ қой деп айтпайды ғой енді. Еще ол матчтың алдында Франциямен ойнайтын алдында ол мойындады ғой. Типа менің қолыма тиді деді доп, мен не отрицаю, но ол судьяның шешімі деді. Мойындап айтты. Бірақ неміс жанкүйерлері барынша соңына. Еще до конца ғой, хотя бір 15 минут. Енді ана жерде қарашы сен Германияға болеть етесің да, и сенің сборныйың өтпей қалды да, а сен уже матчқа ақша төлеп қойғансың да. И сен Испания мен Францияны қарап отырсың. Бірақ Испания мен Франция қызығырақ Германия. Бірақ пенальти бергенде мүмкін жағдай басқаша болатын. Мүмкін. Ол уже өткен әңгіме. Германия қалды. Олар үйіне қайтты дейін десең, үйінде просто басқа комнатаға кіріп кетті. Яндекс шақырып. Сөйтіп Испания финалға шықты. Ешқандай әңгімесіз. Ертең финалда бұйыртса Ленорман келеді, Карвахаль келеді. Состав более-менее болады. Және осы Испанияға қарсы бізде екінші жартылай финал. Сол жерден бізде финалистер сорақтан анықталатын болды. Ол Нидерланды және осы евродағы ең үздік командалардың бірі
характер бойынша фаворит Англия командасы. Фаворит деп өзің қосып жібердің сен, Ал өзің қосып жібердің фаворит деп. Англияны ма? Потому что аңсаған Англияға болетеді. Осы евро басталмай тұрып, иә? Сол үшін ең номер 1 фаворит кім болған білесің ба? Кім? Англия. Мен есімде сен айтқан. Өйткені состав бойынша ғой, сен айтып тұрсың да. Ертең ойын бойынша да болады. Негізі андай Англияны фаворит емес, ойынына қарап оценить ету қате деп ойлаймын. Мен прикол ұстап тұрмын негізі ансаң болететін Жоқ, болғасын. андай Былай негізі реально ойнай фаворит қой. алмайтын команда жетпейді финалға. Конечно. В любом случае. Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Жоқ, қандай нәрсе ол? Типа, қараңдар. Айтса, Англия айтса. раз ойын басталмай тұр, евро басталмай тұр, состав бойынша фаворит. Мен мойындаймын. Но мен енді евро басталғаннан кейін басқаша ғой, енді ожидание реальность любой нәрсе бар. Сондықтан мен ойындарды қарай бастаймын. Мен даже Португалияға, Роналдоға болеть ете отырамын. Мен айттым, блин, Испанияның ойыны өте күшті. Испания финалда минимум максимум чемпион деп айттым. И біз аңсаған екеуміз спорласқан болатынбыз. Ол айтты Англия чемпион болады, мен айттым Испания чемпион болады. Сүрінбей екі командамыз да финалға дейін жетіп отыр мысалы үшін. Неге спорластыңдар? Формаға. Форма алып береміз. Формаға. Любой форма таңдаған. Мен сол 9 номер Килиан Мбаппе деп отырмын. Сен мен таңдаймын ғой. Жоқ. Ертең Беллингемдер ше финалда қатты ойнап тұр. Нидерланды Англия ойынына кірейік. Иә. Бұл Англияның осы турнирдағы ең үздік бірінші таймы. Жалпы екі тайм. Негізі Англия өте жақсы ойнады. Иә. Ойын басталған кезде Англия гол өткізіп алған дұрыс болды. Бірден оянып бастайды. Осы голды айтсашы, енді голда негізі бүйтіп гол деп айтса олға келмейтін сияқты. Әдемі гол болды ғой. Иә, Хависим. Бірақ енді перехват, анаяқта әдемі корпуспен перехватын істеп, кәдімгі былай қарасаң жас игрок өзінің опытын көрсетті мына жерде. Перехватпен тартып алып. Хависим кеше Нидерландыда бүйтіп составынан бүйтіп Хави Сименс қана андай оранжевый форма киіп жүрді, қалған бәрі қап-қара сияқты андай. Ешкім байқалмады. Сөйтіп бірінші голды өткізіп алды, Хави Сименс салды әдемі. И уже бірінші гол өткізгеннен кейін Англия бірден оянып андай вялый уақыт созып, андай душтетіп деген темам. Уақыт болған жоқ ондайға, Англияға бірден ояну керек болды. Уже сондай Англияда энергия басталды, жайлап андай Коби Майну дейтіндер бүйтіп кіргізіп жіберіп пас беріп, Фоденде де жақсы андай варианттар, андай моменттер болды. Сака андай ойлашы, сол жақтан көп атака болған жоқ, өйткені сол жақта Трипьер, ол андай неродной позициясы. Сол Трипьер жақтан кіріп кетті ғой сол гол. Иә. Трипьер жақтан. Басында более-менее болды. Екінші таймда вообще сол жаққа болған жоқ. Иә, өйткені сондай Саутгейттің сондай андай бар. Типа Трипьерге айтады, сен вообще атака істеме дейді да. И бүкіл атаканы оң жаққа беріп қояды. Уокер, Сака, мына жерге Фоден келеді. Майну көмектеседі, сөйтіп осы оң жақпен, өйткені сол жақпен қиындау. Люк Шоу шыққаннан кейін бірдеңелер істеп, сонда бірдеңе істеді. Сөйтіп 1-0 кезінде Англия кішкене оянды. И бір моменттерде Думфрис кейін анау қисық депті, кейін сол кезде бірақ анау аяқпен барып пенальти алып келді. 100% пенальти. Келсем. Прямой нога болды ма өзі ол жерде? Не, просто бүйтіп аяғымен кіріп кетті ғой. Аяғың ауыр, еще қатты удармен тепті ғой. Кейін өзі алды да. Мен исполнение өте әдемі деп ойлаймын. Негізі пенальтидан салған голдарда әдемі болады екен ғой дедім сол жерде. Бүйтіп өте әдемі салды. Бұрышқа. Неге Португалияда ойнамады осы кейін деп ойладым сол кезде. Пенальти болғанына келсем, но егер аяғын қоймағанда просто тепкенде гол болатын бет. Иә. Болатын бет. Негізі қиыс кетіп барады, но ол сәл болсын тартыншықтан тепті ғой кейін. Типа аяғы тартып. Яғни 70%-ке тепкен шығар. Если сен былай тепкен кезде бүйтіп аяғын негізі былай кіргізіп тепесің ғой. И ол тепкен кезде бүйтіп кіргізбей тепті да, и типа білді ан жақтан бірдеңе келе жатқан андай. Мен ойынша по-любому 100%-ке тепсе, ол кезде өте қатты стык болатын еді. Барлық күшімен тепсе, и ол жерде кейін жалғастырады ма, жалғастырмайды ма, қиындау болады еді. Өте қиын негізі пас болды ғой. Өзі мен гол болады дегенге аз процент беретін едім. Мысалы, мына жақта бірақ сен қисық тебе, оның нападающийдің қисық тебетін білсең, нарушать етпеу керексің, короче. Сонда ол даже сен топты да бүйтіп қайтарамау десең де опасный ойын ғой негізі. Жоқ, по идее, жоқ, ол типа просто аяғын қойды ғой, удар под удар қойды.
за это солай андай бір-бірімен просто соқтығысып қалды ғой негізі қоймағанда гол болмайды ау ма деп ойлаймын мен бірақ өйткені сәл қисық ол уже там секундтың әңгімелері ғой. Бірақ гол болмаса да менің ойымша Англия бәрібір салатын еді. Салып кететін еді. Сөйтіп екінші таймда уже Англияның андай ойыны басталды дейді. Момент бермеу, барынша біз өзіміздің воротада момент создавать етпеу. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін просто допты өзімізде ұстай тұру керек та андай. Логически ғой. И сөйтіп ойынды сушить етті. Сөйтіп Саутгейттің гениальный 2 заменасы болды. Уоткинс пен Палмер шықты. Палмер пас берді, Уоткинс салды. Саутгейт, что там хейтери? Мен хейт етпеймін. Вот типа полуфиналға дейін Англия типа маған матч ұнамайтын. Вообще не істеп жүрген түсініксіз. Хотя бір гол салып қойып сушить етіңдерші матчты 0-0-ге пенальтиға дейін барған дейтін опасно ғой негізі. Ол пенальтиға дейін апарады ғой. Как будто пенальтиді ұтатын уверенно болды. Уверенно ғой енді, уверенно. Жоқ, типа полуфиналда ұнағаны типа андай біз мынандайда футбол көрсете аламыз. Ол әдейі көрсетпей жүр финалда подарок болып. Мақтайын десең. Андай типа бір гол салып, біз де былай ойнай аламыз, басқа командалар сияқты, бірақ біздің стиліміз басқа деген сияқты бір көрсетті. Ертең финалда қиын болады ау. Пенальтиға дейін апару, өйткені Испания Барселона. Жоқ, негізі. Мен үшін Испания, қиын болады ау пенальтиға апару дейсің ғой. Англия пенальтиға апаруды ойламайды деп ойлаймын мен. Олар сразу ұтуды ойлайды ғой негізі Англия деген. Топ команда ғой. Мүмкін енді. Сөйтіп Нидерланды Англия финалға шықты. Нидерландыға әлі бірдеңелер жетпейді. Кешегі ойында Гакпо қатты көрінбей қалды өткен. Гакпо егер кешегі ойында бірдеңе шешіп финалға алып шықса, мүмкін осы турнирдің үздік футболисті деген атақты алып қалатын еді. Жақсы келе жатқан еді. Маған асан негізі Голландия чуть разочарование болды. Сендерге қалай екенін білмеймін. Өйткені мысалы каждый елдің ойнау стилі бар да, футбол ойнау стилі. Мысалы Бразилия бәрімізге мәлім, андай дриблингпен жаңағы Винисиус кезінде Пеледен бастап финттар жасап, Роналдиньо бар, сондай бір керемет әдемі футбол көрсетеді. Ал Голландия бізге андай әдемі голдармен көзге түсетін да, каждый международный турнир сайын. Жаңағы Ван Перси, Снайдер, алыстан голдар. Мына тек Хави Симмонс кезінде сезілді. Былай келесі жолы мен ойымша андай әдемі голдар көреміз деген ойдамын. Осы келесі қашан? Сол международный чемпионат мира ғой. Чемпионат мира, да. Просто олар финалға өтіп кетсе, просто сондай чудо болып кетсе, вообще обидно болатын еді просто. Андай типа недостоин ғой даже полуфиналға негізі Нидерланд. Достойно. Финалда Испания может тастайтын еді ғой. Иә. Вообще қызық емес болып кететін. Вот теперь английский футбол мен испанский футбол дейтін. Өте негізі. Ла Лига, АПЛ, иә. Финалда Испания және Англия әлемнің ең үздік 2 лигасы ғой. Иә, бұдан қасында Германия, Италия дейтіндер қасында да тұрмайды ғой екеуі. Франция да тұрмайды. Франция, брат, ол Германияның қасында да тұрмайды Франция. Иә. Ол тұрмайды деп айтады. Жоқ, неге олай айтасыңдар? Енді ПСЖ-да солардың лигасы. Жоқ, просто видите, типа андай нәрсе ғой, типа Испания, Англия деген андай мурашки келтіреді негізі. Но до этого типа басқа елдерде мықты негізі. Германия финалға шықса, типа жоқ, бұл жерде мен Ла Лига мен АПЛ-ды айтып отырмын. Ла Лига мен АПЛ. Біз лигаларды салыстырып. Лигалар да ойбай мен. Бундеслига мен Францияның лига 1 дейтін вообще лига емес қой. Жоқ, иә, лига емес қой. Премьер-лига. Ренжімеңіздер. Лига негізі. Сөйтіп финалда Англия, Испания, Испания, Англия. Мен Францияны шыққан қалағаным, бірақ мына финалды көріп, мынау одан да қызығырақ болады деп ойлаймын. Ерсен Ямаль мен Саканың андай, Ямаль мен Беллингемнің деген сеп. Кімді айтарын білмей тұрсың, өткен Англияда ондай игроктар көп та. Испанияда Ямаль ғана болып тұр ғой. Англияда ерсен Қой Испания. Фоден, Кейн, Беллингем, Сака деген сияқты решать етіп жүру мүмкін. Испанияда Ямаль, Ольмо. Брат, Уильямс қалай ойнап отыр. Левыйда өте қатты. Мен үшін, типа мен до этого типа Ла Лига Барсаның ойынын қарамаймын. Типа Реалдың болельшігі болғандықтан емес, жалпы Ла Лиганың ойынын, типа Лига чемпионовта болса қарайтын едім, типа қызықты турнирларда. Но Уильямс мынада Барсада, ал Барселона деп отыр, ана типа Педри мен кім Ямал Барселонада ойнап отыр дегенде
Серьезно ма келесі жылы Барселона нормально бір жетістікке жететін сияқты мына составпен. Уильямс таза, Уильямс қатты ойнап отыр, брат. Сол жақты прям талант қой, бразилец сияқты ойнап отыр ше. жоқ мына жақта не ғой, Сака да жақсы ғой, Иә. Сака енді танымал ойыншы ғой, Уильямс жап-жас бала ғой. жолы Жоқ, мен Англияны жамандап отқан жоқ, Англия топ. жолы Ал мен сенің айтқаныңмен келісемін, просто андай нәрсе ғой, игроктардың мықты болғанда емес, ол бір-бірін түсінуінде ғой, игроктардың жаңағы команданың как бірігіп ойнауында тактик жақсы, сыгранность болғанда ғой, ең жақсы мысалы. мен не дедім? Енді қара, Иә. типа Педри мен сен келісемін деп жатырмын да сенімен. Иә, Енді мен не дедім деген емес. Педри Ужас. Ямал мысалы Барселонада ойнап жатыр да. Иә, олардың типа связкалары бар да. И сол связка Ольмо да Барселонада ойнамай ма? Ольмо Барселонада ойнайды ғой. Лейпциг, РБ Лейпциг. Қара, типа Педри мен Ямалдың связкасы, Барселонада связкасы Испанияда көрініп тұр. Деген сияқты ғой, Испания құрамасында. Уильямс гол соғатын сияқты. Уильямстың ана голын көрдіңдер ма? Кімге салып еді? Бірде Қандай гол болды дейсіз? Грузияға ғой. Грузияға салған. 4-1 Иә, үстіне салатын да. Өзі бүйтіп алдайды да. Әдемі ғой по футбольному, бразильский футбол андай. Неймар сияқты надо ғой. кейін салайын деп тұр ғой. Салсын бұйырса. Жоқ, кім- 4 болатын матч болсыншы. Португалия мен Испанияның кезіндегі ойын сияқты болсыншы. Жоқ, анау Франция мен Аргентина білесің ба? Финалға көрсетті. Ол қатты енді. Чемпионат не. Ертең Испания мен Англия ойнайды, өздерің сен Испанияға жанкүйерсің, иә? Испания Иә. жеңіп нешеде неше болады деп ойлайсың? 1-0 или 2-1. Скучный футболға надеешься, короче. Иә. Не надеюсь, скорее всего так будет. Не үшін олай болады деп. Потому что екеуі де андай ғой. Осторожно ойнайды. Осторожно ойнайды, өте осторожно. Англия тем более. Англия бір гол өткізіп алады да, егер бір гол Англия өткізіп алған жағдайда бірінші, то Испания сушить ете бастайды матчты. Артта ойнайды полный. Автобус болып ойнау. Ерік өзің не ойлайсың? Испания қызық ойын көрсетіп жатыр, но Англияның соңғы ойынына қарап, мен оны қызық емес ойын көрсетіп жатыр дегенге келіспеймін, өйткені қаншама штанг болды, Фоден ударлары, дальныйдан қаншама рет рисковать етті жаңағы Англия. И финал қызық болатын сияқты, бір мен 3-2 Англия ұтады дегенге что-то қызық болып отырмыз. Почему-то соңғы Англияның ойыны маған ұнап қалды, өз-өзіне келіп жатқан сияқты. Жаңағы каждый Англияға да составы табылып жатыр. Англия ұтады деп ойлайсың ба? каждый составын сыгранность больше әр адам пайда болып жатқан сияқты. әртүрлі. Просто осы уақытқа дейін 3-2 деген счет өмірі болмаған ғой. 1-0 сондай ғой. И финалда 5-5 болып тұрса. Болды екен дейтін. Статистика жоқ мен. Мен Англияға жанкүйер боламын. Понятно бұл жерде. Және Англия менің ойымша бірінші Англия бірінші голды салады. Сөйтіп Испания рисковать еткен кезде Англия екінші голды салады да есеп 2-0 болады. Өте қызық. Испания осы турнирдегі алғашқы гол салмаған ойыны болады осы. Қызық прогноз. Сендердің спорларың бар мына жақта тағы бір. Өйткені біз Испаниядан негізі қазір барлығы көп нәрсе күтіп тұр да. И олар финалға келеді да. Болмай қалады. И финалда бұл жерде алдыңғы жылы ғана трейбл жеңген Фоден, осы жылы Элчина қанша кәмбік жасаған Беллингем, 50 гол салып тастаған Кейн, Арсеналды тәшт еткен Сака деген игроктар финалда большой матчтарды көрген жігіттер, андай Уильямс дейтін балдардың андай мысын басып жәнегі. Сондай Уолкер дейтіндер Ямальға жоқ деп аңса. Менше бір жағынан осы жоламан сен Англия ұтса қуанады деп отырмын, өйткені мына жақта Беллингем бар да. Сен как Реалдың истинный болельшик ретінде Беллингем алса, Беллингемнің былай брат олай суетит. Мен вообще типа Беллингем мысалы соңғы Реалда Элчиде ойнаған ойындар вообще слабы. Беллингемге ренжіп отырған. Жоқ, мысалы Анс айтып отыр ғой, типа осындай составы өте қатты Англияның. И типа егер пенальтиға дейін баратын болса, бір 0-0 1-1 болып, онда Испания жағдай қиын болады. Пенальтиде Испанияның жағдай қиын болады. Иә, өте қиын болады. Оны Испания өздері де біліп тұр. Пикфорд та біліп тұр. Пенальтиға жеткізбейді. Оны сол үшін Испания қатты рисковать етті, и сол риск
жігіттердің аузы күйіп сондай бір сезім болып тұр. Енді құрметті көрермендер, сіздер не ойлайсыздар? Осы комментарий, осы шығарылымның астына жазып кетіңіздер комментарийге. Испания мынандай да ұтады, немесе Англия мынандай да ұтады деген сияқты. Немесе ешкім ұтпайды, бұл матч мәңгі болады. Үтпесе уақыт созылып кете берсе. Пенальти созылып. Пенальти бойынша ұта ма, өздеріңіз біліңіздер. Менің ойымша Англия основной времяда жеңіп тастайды. Бірақ енді барынша осторожный футбол көреміз ғой. Но футболды біз угадить ете алмаймыз, не болатын. Кешегі Нидерланды сияқты басында Англия бірінші гол салып кетуі мүмкін, Испания бірінші гол салып кетуі мүмкін. Ойын әртүрлі. Доп-домалақ алаң төрт бұрыш дейді ғой. Не екенін білмейміз. Жақсы айтылған. Өзіміз қалаған бір андай результатты қалаймыз ғой. Менің ойымша Англия сол ұтып кетіп, наконец-то соңғы 60 жылдағы өзінің международный аренадағы екінші трофейін алды. Әлі өмірінде чемпионат Европаны жеңіп. 2020-да пенальтиден да? 2020-да пенальтиден ұтылды, иә? Бәрі Саутгейтті андай қылады, ойбу андай деп айтады. Саутгейт деген 2020-да финалға дейін апарды, мына осы Еврода финалға дейін апарды, чемпионат мирада полуфиналға дейін бардық. Чемпионат мира полуфинал 1-4-ке дейін бардық. 1-4 жартылай финал. Ширек финал ма жартылай? 1-4-ке дейін барды. Одан алдыңғысында Франциядан ұшып кетті деген сияқты. Былай жалпы негізі Саутгейттің андай нормально. Жақсы. Возможно, бұдан өте андай қатты бір атакующий бір футболды үйрететін бір адамды алып келсең, возможно, Англияның аузы күйірінеді каждыйында. Типа атака жасап атып, ұстап қала беріп деген сияқты ондай дисциплинаны беріп отыру да қиын ғой негізі командаға. Деп ойлаймын өздерім. Бірақ Испанияның ертең мынандай ғой. Ертең Англия трофей алса, Саутгейт гений болады. Бүйтіп топчик мынандай жігіттермен алды дейді. Ертең Испания алса, Испанияның тренерінің атын да білмейсіңдер осыңдар. Қалай білмейсің, ашық дейді. Сол. Ямаль алды дейміз ғой. Ямаль молодец, Ольмо молодец дейміз ғой. Ол жерде жоқ, бірақ тренердің аты шығуы мүмкін, өйткені кім андай состав. Жоқ, сен осыған дейін тамаша ойнап келе жатыр, неғып білмейсің деген сияқты, сондай нәрсе ғой бұл жерде. Ертең мынандай нәрсе болады. Евроны Англия алса, Саутгейт гений, егер Испания алса, Ямаль молодец. Мына жақта кімде болып тұр, сол. Испанияның тренерінің андай лицосы жүрмей тұр ғой. Дәлірек айтқан кезде. На подкаст сияқты ғой, подкаст миллион жинаса, аңсаған молодец. 3000 жинаса, қонақ онша емес деген сияқты ғой. Сондықтан достар 650 деп ортасында. Просто андай Испанияның тренері жақсы болып отыр, жақсы жұмыс істеп отыр. Просто Англияның әкім болып айтып отырсың ғой. Англияның тренерінің жұмысы, Англияның тренерінің жұмысы более халыққа понятно болып отыр ғой. Жаңағы бір тактикалары, қалай ойын өзгергені, тренердің взаимодействиесі больше там чувствуется там. Как бы қалай ойын өзгеріп отыр, қалай камбэктер болып отыр, тренерға қатысы бар кәдімгідей. И поэтому, я думаю, оправдано то, что Англияның тренері сейчас больше на хайпе, чем Испанияның тренері. Бөкейге ұқсайды ма сондай, Кім? Англия тренері ба? Сәл ұқсайды. Крупный. Копа Американың типа андай просто өтіп жатыр, өздері бөлек, басқа дворда андай кішігірім. Бізде газон жасыл болса, ол жақта тас ше. Сондай. Сөйтіп финалда Аргентина мен Колумбия бәрі ясно ғой, что Аргентина алады, Месси очередной раз. Ол жақта ешқандай конкуренция жоқ қой. Мына жақтағы сияқты. Мына жақтан мынау оң жақтағы сеткадан Австрияны алып баршы, жыртылады Копа Американы деген сияқты әңгіме. Сондықтан даже Австрия ма? Ол жақтың футбол уровені жоғары болса, біз оған көруші едік, оны адамдар айтушы еді. Андай, типа қазір бізге Мессидің, Аргентинаның жанкүйерлері бүйтіп, ойбай, өйтті демей ақ қойыңыздар, өздеріңізді көрмей жүрген шығарсыздар. Аргентина Парагвай деген матч кім көреді деген сияқты ғой. Мына қарар. Жақсы айттың. Копа Американы қысқа қайырған дұрыс болды деп ойлаймын. Өте жақсы. Финалды финал көретінде ғой. Негізі финалға дейін Бразилия барып, сөйтіп финалды солай көруге береді. Бразилия Аргентинадан алса. Ол Бразилия кеше Уругвайдан ұшып кетіп, олар не істеп жүрген білмеймін. Копа Америка білесің ба? Копа Америка до того қызымыз болды. Тек основной ойнайсың деді ғой. Созбай білесің ба? Заң шықты ғой. Тек основной ойнайсың деп. 20 минут
экстра таймсыз сразу пенальтиге өтіп кетеді. вообще негізі 90 минутты 70 минутқа қысқарып тастаса. Сөйтіп азайтып сульфамен шешеді. Сөйтіп жоқ қылып жүрсе. Жоқ, негізі финалға дейін 90 минут ойнау дейтін негізі жақсы идея. Өйткені сен каждый 3 күн сайын 120 минут ойнасаң негізі денсаулығың сыр береді деп ойлаймын бір жерге келген кезде. Конечно, сондықтан 90 минут деген жақсы идея. Оны ұсынған ертең мүмкін келесі чемпионат мира немесе Европада қолданып қалар. Менің бағанағы ойыным қазір Испания мен Англияның екі ойыншыларын айтам. Сосын сендер соны таңдайсыңдар кезекте. Давай. Унай Симон ба, қалай айтады? Симон ғой, Симонс ба? Жоқ, вратарды айтатын Симон. Самат емес пе? Симон және Пикфорд. Кім таңдайсыңдар? Очевидно, Пикфорд. Карвахаль немесе Кайл Уокер. Қиын. Уолкер. Карвахаль. Центральный Стоунс немесе Ленорман. Стоунс. Сенші, жола? Стоунс шығар, екіншісі бізде екінші защитник Лапорт ойнап жүр ма не? Лапорт немесе бізде мына жақта Консе деген қорғаушы бар. Немесе Консені айтамын ғой, негізі Консені айтамын. Екіншісі айтпай қойса, по-любому Лапорттан айтып сияқтымыз ғой. Лапорт. Және Кириан Триппер немесе Кукурелли. Триппер, конечно, Триппер. Негізі Кукуреллині таңдайды. Футбол чәрт ететтір десең. Родри немесе Деклан Райс. Родри. Ол жерде Родри ма? Жақсы келе жатсыздар. Мына сен варианттарында қатты конкуренция болатқан жоқ негізі. Фабиан Руис деген қазір Еврода қатты ойнап жүрген жігіт. Білесіңдер ғой? Фабиан Руисті. Немесе Джуд Беллингем. Симпатия Беллингемға больше. Просто Беллингем реалный игрок. Сака немесе Ямаль. Ямаль. Сенші? Сака. Ансана өзің кімгесің? Маған по важности Сака. Өйткені Сака ғана жүргізеді атаканы. Более полезнее сияқты. Ямальда бар ғой андай, Уильямстар бар, андай-мындай деген сияқты. Просто Сака типа нормально ойнап жүр ғой. Типа бір сезон игрок емес. Ямаль ертең білмеймін, Барсада вообще ойнай алмай қалуы мүмкін. Фатилардың ізін қуама десең. Де Йонг бір сезон ғана ойнады ғой. Сатып алып Ювентустан әкеліп оны бірақ жоқ. Уильямс немесе Фоден. Блин, Фоден Уильямс ғой. Мен үшін открытие болды просто. Ансаған? Және Марат. Саған кім? Фоден ба, Уильямс ба? Фоден ғой. Фоден ғой, Просто main game ғой бұл. Бұл жерде Уильямс негізі барлық матчтарда 75-те алып тастайды. Барлық матчта. Полуфиналда ғана 90-да алды. Алып тастайды и дальше ойнайды. Ал мұнда Фоден деген ол, атаканы істейтін жігіттер ғой. Сака, Фоден деген мысалы үшін бір атака болса, сол атакада по-любому пас Фоденге де, Сакаға да тиеді. Дейтін сияқты ғой. Бұл жерде основной, мысалы үшін Кейнге зависит емес деген сияқты. И жалады Кейн немесе Марата. Кейн. Вообще Марата ұнамайды. Честно, баяғыда Реалда ойнап жүргенде де вообще ұнамайды. Менің ойымша Марата недооцененный игрок, Марата негізі жақсы ойнайды. Халық ойлағанына қарағанда жақсы ойнайды. Көп гол салды ғой. Бірақ та бұл жерде енді Кейн сейчас на данный момент и клубта да, и сборныйда да более актуальный, более результативный. Және соңғы Ольмо немесе Коби Майну. Ольмо. Сенші? Ольмо. Сенші өзің? Коби Майну. Коби Майну деген қатты негізі. Қатты ойнайды негізі. Ольмо да қатты ойнайды. Открытие сезона ол қазіргі МЮ-дағы, и ол кешегі андай полузащитадағы ол Райстанда, Беллингемнен де андай.
короче андай механизм ғой, міне защита басталады, астында доп ұстайды, андай мындай Уолкер бар, екі андай, сосын Майну алып шығады ол допты, сол жақтан защитадан Майну алып шығады да жайлап Фоденге бүйтіп стенка беріп бүйтіп жай ойнайды, сосын оң жақ флангқа кетеді, Сака жақтан бірдеңе істейді, сөйтіп барып моменттер пайда болады ғой. Ол короче андай Пикфорд Сакаға 1-1 шығарып бермейді никогда. Короче, по-любому кез келген атака через Майну басталып, сөйтіп кетеді деген сияқты. Басында екінші матчтарда Майнусыз ойнап жүрді ғой. Сол үшін Англияның ойыны онша емес болды. Ол жерге Александр Арнольд шығарып жүрді ше. Негізі правозащитник ортаға шығарып жүрді да. Кезінде Барселонаға андай легендарный угловой шығарып берген. Иә, сол игрок. Просто Арнольдты ортаға қойсан, сен Арнольдты ортаға қойған кезде қасына ортада қатты күшті ойнайтын адам керек андай. Бүйтіп Арнольд чтобы өзін бос сезінетін деген сияқты ғой. А Райс деген ол бүйтіп ортаны полностью бүйтіп ұстап бере алмайды, ол да атакаға шыққысы келеді дейтін сияқты ойын ғой. И мына жерде одан кейін екінші матчта, үшінші матчтарда уже Майнуды шығарды и Майну мен Палмерді ойнатты, сөйтіп что осы жігіттер андай керек екенін білді да, сөйтіп. Заменада кім бар сендерде Испанияда? Мен алып шығайын Палмерларды деп сөйтіп жалғасып отырсаң. Енді былайдан өздерің таңдаған бойынша енді Англия 6-да 5 немесе 7-де 4 қылып жеңіп тұр ғой. Бұл жерде және өздерің біліп тұрған шығарсыңдар. Дело в сыгранности ғой, бірақ бір жағынан. Иә. Болды. Мен просто сендерге перед фактом қоя салайын деген деп жаңа. Жоқ, ол енді сен брат знаменитый футболисттармен сен енді бастап келатқан балдарды. Испанияның составы молодой ғой. 50% молодой ғой. Болды, финалдан кейін сөйлесеміз. Финалдан кейін сөйлесеміз. Құрметті көрермендер, финалда кім жеңеді, нешеде жеңеді, не деп ойлайсыздар, барлығын төменге жазып кетіңіздер. Ерік бірдеңе айтайын деватсыз ба? Жоқ. Сөйтіп. Испания бір формаға біз спорластық. Сен кім жеңеді дедің, Англия ма? Мен Англия жеңеді деп отырмын. Екінші формат. Желание бар ма? Форма емес бір. Беске айтып отырмын. Ужинға ма бірдеңе? Давай ужин. Смело бол. Давай. Міне, достар, хорошо. Ужин. Ужин Дубайда. Ужин. Отпен ба, брат, да, Реалдың формасы келіп ужин ше. Күшті дейсіз бе, картина, блин. Біреуге форма алып беріп, ужин беріп отқанда жақсы негіз. Обидно ғой. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Келесі инсайттың подкасттарында жолыққанша, дәлірек айтқанда біз финалдан кейін жолығамыз. Англияның жеңісін тойлап бұйыртса. Аман сау болыңыздар. Мен қай камера қараймын деп соңында сұраса. Мынау ма? Давай пересіп ойнап өтіп салыңыздар. Дәл.